Армысыздар, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Еркінов Қайсар Еркінұлы. Бүгін мен сіздерге медициналық мекемелерде емдік тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша сабақ жүргізетін боламын. Жоспар бойынша бүгін сіздер тамақтанудың жалпы анықтамасы, тамақтанудың түрлері, емдік тамақтанудың негізгі принциптері, стационарда емдік тамақтандыруды ұйымдастыру, диета түрлерін білетін боласыздар. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды дейді дана халқымыздың философиясы. Әуелі тамақтану үрдісі мен оның мағынасын түсініп көрейік. Тамақтану арқылы адам ағзасы қалыпты жағдайда тіршілік етіп, сапалы еңбектенеді. Тамақтану ағзаның өмірлік қажеттіліктерін өтейтін бірінші фактор болып табылады. Тамақтану үрдісін нутрициология ғылымы зерттейді. Ұзақ сапалы өмір сүрудің бірден-бір себебі дұрыс тамақтану болғандықтан, тағамтануды терең зерттеу біздің мемлекетіміздің ұлттық стратегиясына енгізіліп, академик Төрегелді Шармановтың бастамасымен тағамтану академиясы ашылып, ұлттық тағамдар мен оның ағзаға тигізер әсері терең зерттелуде. Қорыта кеткенде, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы бойынша тамақтану тірі ағзаның негізгі физиологиялық қажеттілігін, ақуыз, майлар, көмірсулар негізінде өтелетін күрделі процестің бірі болып табылады делінген. Тамақтануды түрлеріне қарай рационалды, теңгерімді, емдік тамақтану деп үшке бөлеміз. Олар өзара бағытына қарай бірнеше тармаққа бөлінуі мүмкін. Рационалды тамақтану бұл дені сау адамдардың жынысын, жасын, жұмыс сипатын, климаттық өмір сүру жағдайын ескере отырып, физиологиялық тұрғыдан дұрыс тамақтануды айтады. Рационалды тамақтану адамның қалыпты өмір сүруіне жеткілікті болады. Теңгерімді тамақтану деп ағзаға түсетін астың қуаты мен энергиялық күш жұмсаудың тепе-теңдігін білдіреді. Яғни ақуыз, майлар, көмірсулар, дәрумендер, микроэлементтердің теңгерімдерінің сақталып қадағалауын айтамыз. Көп жағдайда бұл тамақтану түрін спортшылар мен артық салмақты адамдар көздеген мақсаттарына қарай қолданады. Үшінші, емдік тамақтану пациенттердің ағзасындағы асқынуларға орай тез сауығуына және оңалуына бағытталған тамақтану түрін деп айтамыз. Әр елдің салт дәстүрі, ұлттық тағамдары әртүрлі болғанымен, барлық елде ас дайындау принципі үш факторға тәуелді болады. Ол жас ерекшелігі, жынысы, денсаулық жағдайына байланысты түрленеді. Медицина ғылымы дамығаннан бастап, пациенттерді тезірек емдеу үшін емдік мекемелерде пациенттің ауруына байланысты ас ауқатты үш түрлі қағида бойынша дайындаған. Ол емдік тамақтанудың негізгі принципі болып саналады. Бірінші принцип – әр пациентті жеке дара қарастыру. Екінші принцип – пациент асының теңгерімді болуы және үшінші принцип – ас қорыту жүйесі мен ағзаға аяушылық принцип көрсету. Оларға механикалық аяушылық, химиялық аяушылық, термикалық аяушылық жасау жатады. Аяушылық сөзінің астарында ағза мүмкіншіліктері мен ақаулықтарын ескере отырып, ағзаға кері әсерін тигізбей қуаттандыруды айтады. Механикалық аяушылыққа астың механикалық өңделуі, бөлшектеп ұнтақталуы, ысылып майдалануы жатады. Химиялық аяушылық бұл тағамның дәмдеуіштерсіз бұқтырылуы, қайнатылуы, булануын айтамыз. Термикалық аяушылық бұл тамақ дайындау үрдісінде қатты, жоғары не төмен температуралардың алдын алуын айтады. Пациенттерді тамақтандыруға бірден бір маңызды фактор тағамның сыртқы түрі, жағымды иісі, тамақ таратушы мен мейіргер келбетінің мұнтаздай болуы, тамақтың арнайы белгіленген уақытта берілуі, төсекте ыңғайлы жату жағдайы пациентті тамақтандыруда едәуір үлкен маңызы бар. Тағамның қызуы 10 градустан төмен 70 градустан жоғары болмауы тиіс. Еліміздің медициналық мекемелеріндегі емдік тамақтандырудың басты бұйрығы Денсаулық сақтау министрлігінде 2020 жылдың 21 желтоқсанында 302 номермен қабылданды. Қазіргі таңда барлық емдеу сауықтыру мекемелеріндегі осы бұйрық негізінде ас дайындау, тарату, сақтау нормалары қолданылады.
Бұйрыққа сәйкес емдеу сауықтыру мекемелерінде атақты диетолог дәрігер Мануил Исакович Певзнер ұсынған 15 түрлі емдәм түрі қолданылады. Әр диеталық стол пациенттің ауруына қарай түрлі сауықтыру әсерін береді. Медициналық мекемелердегі емдік тамақтандыруды ұйымдастыруда емдәмді тағайындауына қарай жалпы және жеке емдәм деп бөлінеді. Жалпы емдәм жалпы ағзаға қажетті майларға, ақуыздарға, көмірсуларға қаныққан адамның физиологиялық қажеттіліктерін өтеуге жететін құнарлығы бар тамақты айтады. Көпшілікке арналған емдәм болып табылады. Бұл емдәм асқорыту жүйесінде асқыну болмаған жағдайда тағайындалады. Жеке емдәм пациенттің ауруына, аллерганамнезіне, діни нанымдарына, талғамына байланысты жасалады. Денсаулық ерекшеліктеріне аса мән беріліп, ағза мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне қарай тағайындалады. Стационарда емдік тамақтандыруды ұйымдастыру төмендегідей жүзеге асады. Пациент ауруханаға күндіз түссе, емдеуші дәрігер емдік диетаны пациенттің стационарлық картасына және тағайындау парағына жазады. Егер пациент ауруханаға кешкі 6-дан кейін немесе түнде түссе, оның диетасын кезекші дәрігер тағайындайды. Емдәм пациент жағдайына орай өзгертіліп отырылады. Посттағы мергер тағайындау парағын тексере отырып, екі нұсқада пациенттер саны, оларға тағайындалған диета туралы аға мергерге және буфеттегі тамақ таратушыға палата нөмірі, пациенттің аты жөні, тамақты қабылдау орны, диетасының түрі туралы мәліметтер беріп отырады. Аға мергер мәліметтерді жинақтай отырып, бөлімшені тамақпен қамту үшін талап қағазын толтырады. Талап қағазына бөлім меңгерушісі мен аға мергер қол қойған соң ауруханалық ас дайындау бөліміне жеткізіледі. Талап қағазында сол күні ауруханадан шығарылатын пациенттер есепке алынбайды. Денсаулық сақтау объектісінің ас блогын инфекциялық бөлімшелерден басқа корпустармен және бас корпуспен қолайлы жер асты және жер бетіндегі көлік жолдарымен байланысатын бөлек тұрған ғимаратта орналастырылады. Ас блогында өнімдер мен тағамдарды ауыстыру кезінде диетаның химиялық құрамы мен тағамның құнарлығы апта сайын есептеліп отырады. Күн сайын ас блогында дайындалған тағамдардың тәуліктік сынамасы уланудың алдын алу үшін алынып отырылады. Тәулік сынамасы үшін біріншілік тағамдардың жарты үлесі қалдырылады. Екіншілік тағамдар көлемінде 100 грамм мөлшерінде толығымен алынады. Үшіншілік тағамдар 200 грамм көлемінде алынады. Тәуліктік сынамалар сақтауға арналған арнайы тоңазытқыштарда, арнайы белгіленген орындарда +2, +6 Цельсий градус температурасында қақпақтары жабылған таңбаланған банкаларда сақталады. 24 сағат өткеннен кейін тәуліктік сынама тағам қалдықтарына тасталады. Дайын тамақты аурухананың буфет бөлімшелеріне жеткізу үшін таңбаланған термостар мен қақпақтары жабдықталған ыдыс пайдаланады. Тасымалдау арнайы арбалардың көмегімен жүзеге асырылып отырады. Емдік стационарларда 4 реттік тамақтану тәртібі, ал кейбір пациенттер тобы үшін 5-6, кейбір пациенттерге 8 реттік тамақтану тәртібі белгіленеді. Тамақтану аралығы 4 сағаттан кем болмауы керек. Түнгі ашығу үзілісі 10-11 сағат болуы керек. Ұйықтар алдында 2 сағат бұрын тамақ қабылдауды тоқтату керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңесі бойынша адам күніне 5 мәрте ас қабылдайды және 5 реттік тамақтану кезінде 2-ші таңғы ас, ал 6 реттік тамақтану кезінде түстен кейінгі 2-ші ас енгізіледі. Дайын тағамды тарату буфетші және бөлімшенің кезекші мергері тағам таратуға арналған деп таңбаланған халаттарда жүргізеді. Тағамды таратуды бақылау, тағайындаған диетаға сәйкес болуы аға мергер жүзеге асырады. Тарату кезінде біріншілік тағамдар мен ыстық сусындарда температура 75 Цельсий градусқа дейін болады. Екіншілік тағамдарда 65 Цельсий градустан төмен болмауы керек. Салқын тағамдар мен сусындарда
7 градустан 14 градусқа дейін болуы тиіс. Тарататын сәтке дейін біріншілік және екіншілік тағамдар дайындалған сәтінен бастап 2 сағатқа дейін ыстық плитада тұруына болады. Жаңа піскен тамақты ертерек мерзімдерде дайындалған тамақтардың қалдықтарымен араластыруға жол берілмейді. Буфет бөлімшелерінде тамақ таратуға арналған және 3 ұялы ванна қондырғысы бар ыдыс жууға арналған 2 бөлме қарастырылады. Қозғалысы шектелмеген пациенттер тамақтануға арналған орындарда өздігінше тамақтанады. Ауыр пациенттерді мердігер сабырлықпен, шеберлікпен және мейірімділікпен тамақтандырады. Әдетте ауыр пациенттер ренжігіш, талап қойғыш, шыдамсыз болып келеді. Пациенттің мұндай тәртібі оның өзінен емес, оның ауруының психикасының әсер етуінен болады. Мұны аурудың әсері деп қабылдау керек. Мұндай пациенттер көбіне тамақ ішуден бас тартуы мүмкін. Тамақтандыру алдында бөлмені желдетіп, пациенттің қолын жуғызу керек. Бұл кезде мейіргерге кіші мейіргердің көмегі қажет. Пациенттің жағдайы келсе, оның отырғызып, не басын биіктеткен жөн. Пациенттің отыруға жағдайы болмаса, оны бір қырымен жатқызу керек. Ауыр халдегі пациентті тамақтандыру үшін алдына кішкене үстел орнатылған арнайы төсектер қолданылады. Ал бұндай арнайы төсек болмаса, оның орнына тумба қоюға болады. Тағам жартылай сұйық және жылы болуы шарт. Пациентті қасықпен не арнайы паяльникпен тамақтандырады. Асықпай пациенттің тағамды дұрыс қабылдауына жағдай жасау керек. Тағамды аз-аздан беріп тұру қажет. Тағам әр түрлі және тәбет ашатындай болуы қажет. Аз қабылданғаннан кейін тағам қалдығы және ыдысты жинап алу керек. Пациенттің ауыз қуысын қайнаған сумен міндетті түрде шаю керек. Ең алдымен пациентпен дәрігер тағайындаған диета туралы әңгімелесу керек. Әсіресе тыйым салынған тағамдық заттарға көңіл бөліп, дәрігердің ұсыныстарын орындамаудың салдары туралы түсінікті етіп айту қажет. Пациентке бұл ауруда қандай тамақтану қажеттілігі туралы толық ақпарат беру керек. Ұсыныстарды айта отырып, пациенттің талғамын және әлеуметтік жағдайын да ескеру қажет. Осындай әңгіме пациенттің туыстарымен де жүргізіледі. Пациенттерге әкелген тағамдарды және тумбочкаларды тексеру кезінде оған диета тәртібін сақтауға көмек беру мақсатын түсіндіріп, оның келісімін алу қажет. Сақтау мерзімі өткен немесе тыйым салынған тағамдық заттар анықталған жағдайда пациентті олардан бас тартуына сендіру қажет. Пациенттерге арналған сәлемдемелер пациенттің тегі, аты, берілген күні көрсетілген целлофан пакеттерде белгіленеді. Сәлемдемелерді беру орындарында, бөлімшелерде беруге рұқсат етілген және тыйым салынған өнімдердің тізімдері ілінеді. Тумбочка тоңазытқыштардың санитарлық жағдайларын, тағамдық заттардың жарамдылық мерзімдерін бақылау тікелей мейіргердің міндеті болып саналады. Мақсаты санитарлық эпидемияға қарсы тәртіпті сақтау, ауруханашілік инфекцияның тамақпен уланудың алдын алу болып табылады. Тумбочкаларда сабын, тіс щеткасы, пастасы, тарақ, журнал, газеттер сақтауға рұқсат етіледі. Конфеттер, тосап, печенье тумбочканың бөлек сөрелерінде сақталады. Жеміс-жидектер және тез бұзылатын тағамдар тоңазытқышта сақталады. Сүт өнімдері тоңазытқышта 2 тәуліктен артық сақтауға болмайды. Тоңазытқышта консервіленген ет, балық өнімдерін сақтауға қатаң тыйым салынады. Осымен аудиториялық сабағымыз аяқталды. Келесі практикалық сабақта пациентті тамақтандырудың түрлері мен реттілігін өтетін боламыз. Үй тапсырмасына мейіргер ісі негіздері оқулығының 1 бөліміндегі 175-192 беттер аралығын оқып, конспектлеп, сұрақтарға жауап беру және Әділет KZ сайтындағы 302 бұйрықтың заңнамалық негізімен танысу тапсырылады. Келесі кездескенше аман болыңыздар.